Құрметті көрермен, мен тағы жолға шықтым. Осы жолы Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы елді мекеніне қарасты ыстық су, яғни горячий источникіге бара жатырмын. Егер сіз ыстық суға қалай баруға болады, отбасымен қайда қыдыруға болады, немесе демалыс күндері қыдыратын жер, карантинде қайда қыдыруға болады деп іздесеңіз, бұл видео сіз үшін. Мен еліміздің көрікті жерлерін аралап, қызықты видеолар түсіретін влогермін. Каналыма жазылып, қоңырауды басып қойыңыз. Біздің келе жатқанымызға 1 сағат болды. Үйден сағат 9-да шыққанбыз, қазір сағат 10 болды. Қаладан шықтық, трассаға түстік. Қазір 2021 жыл 6 ақпан. Отбасымен қысқы ыстық арасанды көруге бара жатырмын. Биыл қыс жайлы болғандықтан қар жоқ, күн жылы. Өз көлігімізбен демалысқа шыққандықтан сіздерге көлікпен қалай баруға болатынын айтайын. Шонжыға бару үшін ең тиімді жол ол бетонка. Алматы Қорғас тас жолы айнадай жарқырап жатыр. Кең, ауылдардың сыртымен жүретіндіктен еш жерге бөгелмей ызықтасыз. Тек трасса ақылы 600 теңге тұрады. Жол ақысын мобильді қосымша арқылы немесе сол жердегі шлагбаумдағы терминалға төлеуге болады. Трассада 110 км/сағат жылдамдық рұқсат етілген. Сонымен ыстық суға бармас бұрын қандай дайындық керек? Достар, арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Бірінші, жол картасын жақсылап қарап алған дұрыс, себебі интернеттің нашарлығынан навигатор кейде көрсетпей қалуы мүмкін. Екіншіден, көлігіңіздің багын жолға шығарда толтырып алыңыз, себебі жолда заправка аз. Үшінші, ақылы жолға ақша төлеу үшін наличка ақшаңыз болсын, немесе мобильді қосымша жүктеп алыңыз. Төртінші, елімізде трассаның бойындағы әжетханалардың жағдайы белгілі. Ондай қажеттіліктерді үйден тындырып шыққан абзал. Әжетхананың ішін сіздерге көрсетпеуді шештім, себебі көрсету мүмкін емес. Жолдағы әжетханалар қалай болады сондай? Қашан бізде әжетхана мәселесі шешіледі екен? Содан кейін әрине мынандай әдемі көрініс, бірақ осы. Бесінші, жол бойында тамақ жейтін жер таппауыңыз мүмкін. Карантин кезінде тіпті онсыз да санаулы асханалар жабық. Сондықтан үйден ауқаттанып шығыңыз және өзіңізбен бірге тамақ, су алып алғаныңыз жөн. Алматы Қорғас тас жолымен ызғытып кеп, Шелек ауылының шетіне келгенде ежелгі шығыс қалашығы сияқты күмбездер шығады екен. Бұл не деп таң тамаша болсам, зират екен. Азарлар ма не? Жүзе бала немене деп қарап тұрсам, бір қала сияқты салынсын ба? Айтпақшы, зираттан өткеннен кейінгі көлік тоқтайтын жерде шағын дүкен және ақылы әжетхана бар. Әжетхана таза. Жолда темір жол көресіз. Вагон Қытайдан келіп жатқан тауарлар шығар деп топшыладық. Жол бойында күннен қуат алатын шамдар бар. Жел дерменін көресіз. Сосын құмды барханға тап боласыз. Бұл жер өте әдемі. Біз жолда тоқтап, осы жерді тамашалап жүрдік. Мүлгіген тыныштық, әсем табиғат. Құмды барханнан өткесін развязкадан оңға кетесіз. Нұсқаулыққа назар салсаңыз барлығы көрініп тұр. Ол жаққа жол нашарлау, жылдамдықты 90 км/сағаттан асырмаймыз. Ұйғыр ауданына келгесін Қытай радиосы ұстайды. Өзіміздің радиолардың дыбысы өшеді. Ақпараттық қауіпсіздік мәселесі шекаралық аумақтарда әлсіз бе деген ойға еріксіз келесің. Құрметті көрермен, менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Развязкадан бұрылғасын Тас Қарасу деген ауылдан өтесіз. Сосын биік көпірден өтесіз. Жолдың бойы қап-қара шиыршық тас пен қамыс. Айтпақшы, Ұйғыр ауданының атын ауыстыру керек деген ұсыныс 10 шақты жылдың жүзі болды қоғамда талқының үстінде. Сол ұсыныстардың арасында Қара дала атауы да бар. Бұл өңірді бұрын жергілікті тұрғындар Қара дала деп атаған деседі. Айтса айтқандай ақ, жол бойында көрініс
қара дала. Сол жолмен тура жүріп Шонжа ауылына кіріп келесіз. Біз ауылды кесіп өттік. Бұл Ұйғыр ауданының орталығы Шонжа ауылы. Сағат 1 болды, біз Шонжаға жеттік. Шонжа әжептәуір үлкен екен, аудан орталығы. Ауылдан шыққасын кольцо бар. Біз сол кольцодан шатасып басқа жаққа кетіп қалыппыз. Басқа жаққа бұрылып кетіппіз. Жолды қарап жатырмыз. Картадан. Әйтеуір бұл жерде интернет ұстайды екен, навигаторды қосып бір қарап алдық. Жол міне, мынадай. Айтпақшы, жолда кес-кестеп өтетін жайылып жүрген мал көп, сондықтан байқаңыз. Күндіз әрине оларды көресіз, бірақ түнде көрмей қалуыңыз мүмкін. Сағат 2 болды, біз жетіп қалдық. 3 минуттан кейін горячий источникта боласың деп карта көрсетіп тұр. Міне. Бірақ әлі ештеңе көріп тұрған жоқпыз. Экопарк дейді. Көресің? Океан дегенің көрейік. Міне океан. Орын бар ма екен? Сәлеметсіз бе? Орын бар ма? Орын жоқ па? Алдын ала броньмен келу керек қой, а? Сіздерде жалпы қаншадан орын? 6 адамдық, 4 адамдық бар. Аха. 4 адамдық қаншадан? 32 32 мың. 4 адамға, 32 мың. Ішіне не кіреді? Просто орын ғана, тамақ. Тамақ өзіңіз заказ етесіз. Жарайды, рахмет. Премиум спа resort. Давай бағасын білейік енді. Кісіден сұрап. Орын бар ма екен? Ассаламалейкум аға. Орын бар ма? Қанша адам? 2 үлкен адам, 2 бала. 4-местный VIP номер қалды. Қаншадан? 60 мың. Суткасы ма? Осы жер ма? VIP бөлмесіне бармайтын болдық, себебі ішінде сырыстың иісі бар екен. Мына жақта адамдар түсіп жүр. Мини-маркетті бар екен. Мини-маркеті бар екен.
киіз үйі бар екен алдында. Разливной пивосы бар екен. Әйтеуір бәр жерде пиво ағылып жатыр екен. Енді ана жақта Раймен кеткен ба? орын бар ма? Жалпы қанша теңге сіздерде орын? 9.000 ба? Адам басына. Адам басына? Жүр. Ары қаратай кеттік. Енді біз мұны біреу төбесі жарқырағанға бара жатырмыз. Өміржанға ұнап тұр екен. Жынды екен бе? Алдынан түсірсең. Мынау міне даладағы бассейн. Мынау сәл салқындау бассейн. Сосын мынау бар, бұл орташа жылулықтағы бассейн. Жалпы ғимараттың сырты мынандай. Үлкен сарай сияқты. Осы жердегі ең үлкен демалыс үйі Жетісу дегенге келдік. Ішінде орын бар дейді. Қазір көреміз. Мына жағында да бар екен. Енді территориясы өте үлкен екен. Біз бұны мешіт па, не жер мынау деп сөйтіп келдік. Ойба, мынаңшы. Дала ғой мынаңшы. Мына жағы бар екен. Фонтан. Мында орын жоқ болса білмеймін енді. Сәлеметсіз. Қанша адамсыздар? Қане. 22 мың стандарт номер екен. Эконом 15 мың дейді. Полулюкс, люкс, резидентский коттедж дейді. Көреміз. Мынаңшы нормально екен. Жоқ, бос бірақ қалған ер бар. И то бұл отказ беріп жаңа келе алмаймын деп. Отказды сатып кеткен бе? Басқа төсек жоқ, осы бір-ақ төсек па? Жоқ, қосымша төсек 5000 теңге болады. Матрас. Балаларға матрас береміз 5000 теңге. Так, біз бөлмемізге келдік, орналастық. Енді мен сіздерге бөлмені көрсетейін. Міне мына жерде телевизоры бар екен. Енді бөлме керемет деп айта алмаймын енді. Орташа стандарт номер. Бірақ қалай болады енді? Тұруға болады. Төсегі мынандай ою өзінің стилі сондай. Мына жақта терезе. Мына жағында балконы бар екен. Балкон мынандай. Ресторан. Жүр, Айкөне, міне ресторан. Тамақ ішеміз. Лағманның иісі шығар.
Так, салаты, цезарь 1000, цезарь малибу 1300, свежий салат 1200. Первое блюдо суп лапша по-домашнему 900. Ухо финский, солянка, борщ, чечевица, ассорти рыбные, крылышки. Ага. Горячий судак, анау, лагман 1700. Заказывался? Телятина, стейк, анау, бишбар махманта. Я хочу чечевицу. Алдан кел. Қант қосып. Нандары свежий сияқты. Сосын қолдан пісірілген нан сияқты. Иә. Лағманымыз келді. Мынандай бөлме қатты суық, содан мынандай обогреватель сұрап алдық. Обогреватель берді. Сонымен жылытады екен. Ал паровой вообще ешқандай жылу жоқ паровойда. Сұп-суық. Қосып кеттім. Қазір бөлмеге келгенде жылынып тұратын шығар деп үміттенемін. Бассейнге келдім. Біз жатырмыз. Бөлме суық. Коридор суық, бәрі суық. Асхана да суық. Тек қана бассейн ғана жылы. Сонда получается, күні кешке дейін бассейнге түсе беруіміз керек сияқты. 1-2 сағаттай бассейнге түстік болды, содан келіп көрпеге оранып алып жатырмыз. Сол. Осынша жол жүріп бостан босқа сол бір бассейнге түсу үшін келдік па деп ойлап қоямыз бір жағынан. Ішіміз пісіп кетті. Демалыс үйінің іші ремонт қажет екен. Біраз жерлерінде бұзылып жатқан, қирап жатқан жерлері бар. Ескі ғимарат сияқты. Аузынан бу шыға ма? Сол табаққа кірді. Біз таңғы ас ішуге келдік. Гречневый каша мен овсяная каша бар екен. Рахмет. Кашамыз келді.
па екен Имашек? Иә. Кешкі тамаққа біз 13 мың теңгеге үлкен бір табақ қуырдақ алғанбыз, бірақ ол қуырдақ тым майлы болды да, жей алмадық. Таңғы асқа кашаны жеп, кішкене әлжініп қалдым. Даладан көрініс міне мынандай. Ай дала. Даланың да өзінің бір әдемілігі, романтикасы болады, бірақ бұл жағдайда емес, себебі мусор шашылып жатыр. Мен сіздерге қазір бірінші бассейнді көрсетейін. Ол далада. Жалпы 3 бассейн бар, оның біреуі далада, екеуі осы ғимараттың ішінде. Ғимараттың ішіндегі 2 бассейн онша не емес, кішірек, ауасы кішкене тарлау екен. Ал даладағы бассейн ең ыстығы, ең жылысы, және ол ауасы кең, жақсы екен. Міне мынандай өтетін жер бар. Даладағы бассейнге, міне анау жерде даладағы бассейн. Мынау ауласы. Ауласы үлкен, кең, міне. Ғимараттың өзі де үлкен, мынау кішірек бассейні. Мынау даладағы бассейн. Сондай бірақта енді өздеріңіз көргендей, алтын күміспен аптап қойса да, ешбір жер қарапайым жылу деген условиядан артық болмайды. Жылу жоқ болса берекең кетеді екен. Қазір анау бассейнге, даладағы бассейн сіздерге көрсетем. Анау жерден, мына жерден ыстық су келіп жатыр. Біреу сүріп жатыр. Мына жерде су. Судың температурасын білмеймін қанша екенін. Қазір мына жерде орындықтары бар. Бірақ енді жалаңаш бойынан жүргенде кішкене салқындау сияқты. Көп кісілер мынандай бұлыш шығып жатыр. Бұлыш шығып жатыр. Жалпы мына жақта көп адамдар ішіп жүр. Пиво ішіп жүрген адамдар көп, сондықтан солар, наверное, тоңбайтын шығар. Жалаңаш жүрген солар шығар деп ойлаймын. Басқа білмедім. Өздеріңіз көргендей, біздің жатқан Жетісу деген демалыс үйіміз осындай болды. Жақсы ма, жаман ба, сіздерге ұнай ма, ұнамай ма, білмедім енді. Бірақ қалай іші бәрі таза, жақсы енді. Бірақ жаңағыдай жылудың жоқтығы ең үлкен және ең маңызды жалғыз минусы деп айтсам болады. Ішін енді жалпы бұл ғимараттың өзі советский сияқты да. Совет үкіметінен қалған ғимарат қой деп ойлаймын. Өте үлкен, зәулім, сондай бір сарай сияқты салған екен. Енді салған кезде де өздерінің көңілдерін, барлық ынта жігерлерін салып тұрып салған көрініп тұр. Бірақ қазіргі уақытта сәл ескіріпті. Мына единорогыңды сосын өзің сумкаңды ал, иә? Андағы сумка мен көтере салам. Пакет ұстам. Ойбай. Шонжының жолы жақсы екен. Ауылдың жолы, ішкі жолдар. Жалпы аудан орталығы екені көрініпті. Басқа аудан орталықтар сияқты
Шонжыға тоқтап тамақ ішеміз ба деп едік. Бұл жақта барлық асханалар, кафелер жабық екен, себебі карантин, сенбі жексенбіге. Мына ағаштар бір ерекше ағаштар екен. Қорықпа, қорғалама, сондай бір несі бар екен. Анау жақта бұл ағаштар туралы жазып қойған екен. Борп етіп тұр мына жер. Аха. Мынау түсіп жатыр мынаны қарашы. Шелекке кірдік, тамақ ішіп алу үшін. Шелекте де кафелердің бәрі жабық екен, карантин. Сондықтан еш жерден тамақ ішетін жер жоқ. Қайтуымызға Алматыға қаратай жолға шықтық. Крышита.